Уақыт болмай жатыр. Ыстық, дәмі, мощный. Қара баладан обзор. Бүгін сіздерге сырты қарапайым болғанмен ерекше мантысы бар. Бұл панда мантымен таныстырамын. Кет. Манты деген мощный бар ма? Қазір 5 жусаймен 5 етпен. Менің ауылым еске түсіп жатыр. Біздің ауылда мұнаны заси деп айтады. Заси таң дейді сорпасымен. Мынау қуырылған заси. Мынау саумифін деп айтылады. Қытайша ұмытып қалдым ғой, лағмандар бар екен. Ең бастысы панда мантамен. Мына қараңыздар, еті сәл аздау болғанмен, бірақ дәм мощный да бұның. Ерсін аға, өзіңіз таныстырып жүрсіңіз. Мен Ерсін Аспаз, 15 жылдан бері аспаздықпен айналысамын. 5 жылдан бері міне осындай мәнті күйіммен айналысып жатырмыз. Бұл дәмді қасқанда пісетін мәнті, дәмі өзгеше. Осылай ағаш қасқанда жаңадан піскен күйінде кісілерге осылай беретін боламыз. Мынаны лағман екен деп жей берсеңіз болады, бірақ бұл күріштің ұнымен жасалынған саумифін деп айтылады. Сәл аштылау, бірақ жесеңіз қайта-қайта жейтін болып қаласыз ғой бұны. Артынан ауылдың мощный қымызы бар екен бір жерде. Атақты лағман жасайтын қара балаға бізде бір лағман жасап беріп жатырмыз, дәмін көрсін деп. Дәмі болады, жаман емес. Бұл жақтың клиенттері керек десе өздері звондап, көрермен тамақ алғызып алады. Қаласаңыз номер қалдырам, сол жерде звондайсыз, алдырасыз. Бұл жердің толықтай адресін қазір айтайын. Қараңыз, апорт. Міне, апорт Алтын Ордадағы апорттың алды. Мынау Райымбек көшесі, мосттан өткеннен кейін, міне жолдың алдында Ерсін дәмханасы деп тұр. Келіңіздер, керемет сіздер үшін дәмді тамақ.